Иә, саламатсыздар ма? Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін интернет-ның үшінші несі, егер қателеспесем, биыл үшінші рет болып жатыр интернет форумы, және соның үшінші күніндеміз. Мен сіздерге бүгін індеттің көзден таса қыры, әйелдерге бағытталған тұрмыстық зорлық-зомбылық жайында айтып өтетін боламын. Тақырыпқа кірместен бұрын Медианетке және тағы да басқа ұйымдастырушыларға, баршаңызға көп-көп рахмет. Расында да еліміздегі осы медиа саласы бойынша ең маңызды конференциялардың біріне айналды. Биыл да сіздермен бірге болғаным үшін өте қуаныштымын. Иә, үй ішіндегі немесе жаңағы індеттің кезіндегі әйелдерге бағытталған тұрмыстық зорлық-зомбылыққа кірместен бұрын зорлық-зомбылықтың әдеттегі жағдайға айналуы жайында айтып өтсем деймін. Өйткені бұл өте маңызды, яғни зорлық-зомбылықты көруіміз үшін зорлық-зомбылықты әдеттегі жағдайға айналдырмауымыз керек. Алайда өкінішке орай зорлық-зомбылықтың негізінде әлеуметтік негізі бар. Сол жаңағы зорлық-зомбылықтың, кез келген зорлық-зомбылықтың жаңағы туындауы, пайда болуында әлеуметтік оның жаңағы түп-тамыры жатыр, негізі жатыр. Сондықтан да зорлық-зомбылықтың назарға ілігуі немесе ілікпеуі, көзге көрінуі, көрінбеуі, бұның бәрі де жаңағы сол қоғам мүшелерінің зорлық-зомбылыққа деген көзқарасынан туындайды. Зорлық-зомбылықты бұған демеу болатын жамандықты сипаттау, сондықтан да қазіргі таңда өте қиын оған анықтама беру. Десек те адамның адамға, адамның жануарға, адамның табиғатқа жасайтын саналы немесе спонтан түрдегі зорлық-зомбылығының өзге адамдарда қандай да бір қарсы реакцияға жол ашпауы, тіпті әртүрлі жолдармен демеу беруі зорлық-зомбылықтың өзінен де қауіпті. Яғни әлеуметтік негіз дәл осы жерде, жаңағы реакцияның болмауы, оны зорлық-зомбылық деп сипаттамауы, оған бір зорлық-зомбылық деп қарамауы, қараса да мысалы үшін ой, ұрса өзінің анасы ғой, немесе ұрса жаңағы күйеуі ғой деп баға беруі, бұл зорлық-зомбылықтың өзінен де өте қауіпті нәрсе. Және бұл зорлық-зомбылықты әдеттегі жағдайға айналдыратын әсіресе мына екі не бар, фактор бар. Зорлық-зомбылықты таңбалық түрде қайта қалыптастыру. Яғни қоғам мүшелері зорлық-зомбылықты күнделікті өмірде жасамауы мүмкін. Күнделікті өмірде ешкімнің жаңағы ешкімді бір түртпеуі мүмкін, ешкімге бір зияндығы болмауы мүмкін. Бірақ дәл сол адамдар, және сонымен қатар бұл кісілер зорлық-зомбылыққа қарсы болуы мүмкін. Бірақ өкінішке орай дәл сол адамдар зорлық-зомбылықты таңбалық түрде, яғни символикалық түрде өндіруі мүмкін, қайта қалыптастыруы мүмкін. Бұл былай қарап тұрсаңыз өте бейкүнә болып көрінетін іс-әрекет десек те, негізінде бұдан кейінгі болатын қоғамдағы жаңағы іске асатын зорлық-зомбылықтың түбінде осынау жаңағы әлеумет қоғам мүшелерінің зорлық-зомбылыққа деген жаңағы байқап немесе байқамастан жасаған таңбалық зорлық-зомбылықтары, яғни символикалық түрдегі зорлық-зомбылықтары. Оған қазір келеміз, бұл не екендігін түсіндіруге тырысатын болам символикалық зорлық-зомбылықтың. Екінші мәселе де зорлық-зомбылықты насихаттау. Бұл әсіресе екеуі де әсіресе медиаменен өте тығыз байланысы бар факторлар. Өйткені негізінде медиа осы екеуін де үнемі іске асырады. Яғни таңбалық түрде зорлық-зомбылықты қайта қалыптастырады, немесе жаңа зорлық-зомбылықты насихаттауы мүмкін. Таңбалық зорлық-зомбылық дегеніміз не олай болатын болса, бұл француз социологы 20 ғасырдың ең маңызды социологтарының бірі Пьер Бюрдоның ұғымы таңбалық зорлық-зомбылық. Былай дейді Пьер Бюрдо, таңбалық зорлық-зомбылық адамның денесіне дуамен жасағандай етіп, яғни сиқырменен жасағандай етіп, еш тиіспестен, қандай да бір күш қолданбастан із қалдыратын күш көрсетудің бір түрі дейді. Яғни бір із қалдыратын деген кезде, опять не мағынада айтып отырған жоқ, жаңағы физический із қалдыруды айтып отырған жоқ.
жаңағы санадағы ізді, рухтағы ізді, психологиялық ізді және тағы да басқа бұның қоғамдағы жаңағы нормаға айналдыру ізін және тағы басқа нәрселерді айтып отыр. Яғни бұл жерде қандай да бір күш қолданылмайды, қандай да бір жаңағы адамның денесіне бір не қылмайды, тиіспейді, бірақ бәрібір сол денеде бір із қалдырады дейді. Бұл постты қазіргі кезде танымал бір журналистіміз Аян Қалмұраттың Facebook парақшасынан алдым, сол кісінің посты. Өздеріңіз де білесіздер, жаңағы тамыз айынан осы қыркүйек айының арасында еліміздегі белгілі партия ішкі жаңағы сайлау өткізді, праймериз деп. Сол кезде көптеген адам жаңағы праймеризге баратындықтарын айтқан болатынды. Негізінде праймеризге қатысу деген сөз қолдану керек екен жаңағы қазақшада, бірақ көп адам барамын деп жазған болатынды Фейсбукта. И бұл расында да жаңағы көптеп сынға ұшырады, көптеген жаңағы күлкіге қалды. Және осы күлкілердің бірінде де жаңағы Аян Қалмұрат мынадай бір фото бөлісті. Бұл фотода судың астында не болып жатқанын, немесе жаңағы суда неге тыныс алып, жаңағы судағы неге қысымға шыдауды үйретіп жатқан бір ана бар, балаға үйретіп жатыр, кішкентай қызына. И негізінде өте мейірімді бір фото, өзінде өте мейірімді бір фото. Бұл жерде жаңағы ана менен баланың арасында қарым-қатынас, и ананың бір педагог ретінде, бір тәрбиелеуші ретінде балаға жаңағы мына дүниені үйрету үдерісі тақырып етіп алынған. Алайда Аян Қалмұрат бұл фотоға праймеризге барам деп айтасың ба тағы деп сөз жазған. Яғни осылайша бұл фотодағы оқиға өзінің контекстінен ажырап қалған. Мына сөздің нәтижесінде біз жаңағы праймеризге барам деген адамды бір тұншықтырып жатқан адамға айналады ана. Ал бала болатын болса, праймеризге барам деген адамға айналады. Аян Қалмұратта көріп отырғандарыңыздай, өзі де кешіріңіздер деп сондай бір не жазып қойыпты. Яғни бұның парқында, және бұған байланысты мен өте көп сыны айттым, бірақ сынға қарамастан қандай да бір толыққанды жауап та бере алмады. Бірақ нәтижеде таңбалық зорлық-зомбылықты қалыптастырған болды Аян Қалмұрат. Мұндай мысалдар біздің қоғамымызда өте көп. Сонау ең, қалай деп айтсам болады, ең саналы адамнан ең қарапайым адамға дейін расында да жаңағы таңбалық зорлық-зомбылықты өндірудің қаншалықты проблематик екендігін біле бермейді. Және бұл нәрсені әсіресе баланың денесіне жасалып жатқан бір зорлық-зомбылықты, немесе әйелге жасалып жатқан зорлық-зомбылықты осылайша бір нормаға айналдырады. Сондықтан да болар қоғамымызда мысалы үшін ең көп зорлық-зомбылыққа ұшырайтындардың ең басында келетін азаматтарымыз бұлар бала және әйелдер. Сіздерден өте кешірім өтінемін. Мен үйімде кішкентай қызыммен бірге едім. Кішкентай қызым туалетте еді, мені шақырып жатыр. 30 секундтың ішінде келем, айып етпеңіздер.
Кешіріңіздер, тағы да кешірім өтінемін. Иә, осылайша контенттен ажыратылып, және бұл жерде қайталап айтам, бір зорлық-зомбылық бейнесіне айналады. Зорлық-зомбылығы жоқ бір бейне, зорлық-зомбылығы бар бір бейнеге айналады. Және бұл қоғамымыз тарапынан өте жаңағы күлкіменен жауап беріледі. Мысалы үшін 149 адам бұған или лайк басқан, или күлген, таң қалғандар да бар арасында. Десек те жаңағы 149 адам аз емес негізінде. Бұны бір жаңағы күле алған, мұндай бір бейнеге күле алған адам аз емес. Және бұны жаңағы адам құқықтарын, балалар құқықтарын қорғайтындығын алға тартатын журналист жасайды. Бұл жердегі ең үлкен проблемамыз осы. Яғни осылайша қоғамдағы онсыз да зорлық-зомбылыққа ұшырап отырған бала менен жаңағы әйел денесі осылайша қайтадан бір не қылған болады, мақұлданған болады. Яғни бұны бәлкім әрине Аян Қалмұрат жаңағы бұл нәрсеге қарсы десек те байқады деп ойлаймын, өйткені осыншалықты сын айтылды, оған қарамастан әлі күнге дейін өзінің парақшасында өшірген жоқ, және өзінің бұл осыншалықты орынсыз әзілінің артында жаңағы тұр. Осылайша нәтижеде бала денесінің таңбалық зорлық, бала денесіне бағытталған таңбалық зорлық-зомбылық осылайша қалыптастырды. Иә, олай болатын болса, таңбалық зорлық-зомбылықтарға жалғастырайық. Әйелдер мен балаларды және тағы да басқаларды еркек үстемдігі тарапынан түсінілетін, қаралатын таңбалық объект статусына қамап қою дейді Пьер Бурдье. Яғни әйелдер мен балаларды еркек үстемдігі тарапынан түсінілетін, соның тарапынан қаралатын бір объект статусына, оған бір объект ретінде бағалау дейді. Бұның нәтижесінде дейді, оларға өздерін, бұл балалар немесе бұл әйелдер, өздерін үнемі физикалық тұрғыдан әлсіз әрі нәзік жанды сезінуіне себеп болады. Мұны әсіресе қайталап айтам, медиа үнемі жасайды, сөздік таңба арқылы жасайды, бейнелік таңба арқылы жасайды. Нәтижесінде әйелдер әсіресе өздерін әлсіз сезінеді, нәзік жанды болып сезінеді, соған қарай жаңағы өзін қалыптастырады. Медиа таңбалық зорлық-зомбылық қалыптастыруда тіпті қараңыздар, зорлық-зомбылықты қолданбайтын, зорлық-зомбылыққа қарсы медиа материалдарды таңбалық зорлық-зомбылықты қалыптастыруда. Яғни біліп немесе білмей бұл зорлық-зомбылықты қалыптастыруда. Мысал үшін қараңыздар, Google-ға әйел зорлық-зомбылық деп жаздым, қандай бейнелер шығады дедім. Көріп отырсаңыздар, бұл жердегі бейнелердің көбі мынау таңбалық зорлық-зомбылықты қайтадан қалыптастырып отыр, және әйелдерді құрбан етіп көрсетіп отыр, таяқ жеген адам ретінде көрсетіп отыр, және бәрінен де бұрын қалай деп айтсам болады, осылайша әйелдер екінші рет осындай таңбалық тұрғыдан зорлық-зомбылыққа ұшырап отыр. Мысал үшін мынау бейнеде қараңыздар, ең соңғы тұрмыстық сыр медиа KZ-тің бейнесінде жаңағы еркектің тек қана жұдырығын ғана көретін болсақ, ана менен баланың бет әлпетін көреміз. Негізінде бет әлпетіміз көрілуі тиіс адам бұл жаңағы зорлықшы, немесе жаңағы қол көтеріп тұрған еркек, солдан қорқып тұрған, жасқанып тұрған әйел, немесе жылап отырған әйел, немесе қайтадан жаңағы опять қолына белдік ұстап алған еркектің қолы, және содан қорқып отырған әйел мен бала. Әйелді арт жағынан тұншықтырып тұрған еркек, мына жерде қайтадан жаңағы жұдырық әйелдің беті, жұдырық әйелдің жүзі. Бұл үнемі қайталанады. Мына жерде еркектің қолы тарапынан тұншықтырылып тұрған, аузы жабылып тұрған әйел. Үнемі бұл нәрсе, бұл бейнелер қайталанады да, осылайша таңбалық зорлық-зомбылық басқаша бір түрде өндіріледі. Негізінде бұл материалдарды ашып қарасаңыз, жаңағы зорлық-зомбылықтың көбейіп кеткендігі жайында жазылған болуы мүмкін, және бұның алдын алуға қалай алдын алуға болады, соның жолдары жазылған болуы мүмкін. Негізінде жаман бір материал болмауы мүмкін, десек те
сіз мынау визуал материалыңыз арқылы жасаған барлық еңбегіңізді, соншалықты жасаған жақсы еңбегіңізді неге айналдыра аласыз? Яғни бір зорлықшы бір материалға айналдыра аласыз. Өкінішке орай, мұндай материалдар елімізде медиасында өте көп. Мұның орнына әлде қайда бір креатив бейнелер қолдануға болады. Мысалы үшін үйдегі зорлық зомбылықты деген мына ең бірінші суретте қарасаңыздар, ол жерде әлде қайда бір креатив бір әйелдің бейнесі бар, бәлкім ана жерде бір шапалақ бар десек те, қалай деп айтсам болады, бір анимациялық тұрғыдан берілген, және әйел оншалықты да бір қорқып тұрған жоқ, жаңағы неге жұдырыққа қарсы ұмтылатын сияқты болып көрінген. Десек те, яғни осылайша әлде қайда креатив бейнелер қалыптастыруға, жасауға болады. И мұның нәтижесінде не болады? Мұның нәтижесінде бәрібір жаңағы әйелдер опять жаңағы нәзік жанды, әлсіз, еркекке қарағанда физикалық күші жоқ деген сияқты құрбандық ретінде сипатталады да, бұны оқыған, бұл материалдарды оқыған әйелдер немесе қоғам мүшелері әйелдерге солай қарай бастайды, әйелдердің өздері де өздеріне осылай қарай бастайды, өздеріне осылай баға бере бастайды. Сондықтан да жаңағы тек қана текстік материалымыз емес, сонымен қатар визуалдық материалымызға да көп көңіл бөлгеніміз жөн. Енді бүгінгі негізгі тақырыбымызға келейік. Осы нелерден кейін, түсіндірмелерден кейін COVID-19 және зорлық-зомбылық мәселесіне. COVID-19 және зорлық-зомбылық деген кезде ең алғаш бәріміз карантинге кірген кезімізде 16 наурыз күні бұл жайында әсіресе жаңағы шетелдік материалдарда шыға бастады. Қытайда зорлық-зомбылық көбейіпті, жаңағы Европада, Аргентинада деген сияқты. Және сонымен қатар менің бір байқағаным, балаларға бағытталған зорлық-зомбылық материалдары көбейе бастады біздің елімізде. Жаңағы әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшырағаны жайында қандай да бір материал шыққан жоқ бастапқыда, бірақ балаларға жасалынған сондай таңбалық зорлық-зомбылық көбейе түсті. Естеріңізде болар, бір көлік келеді, джип, ішінен 1 сентябрь деген сияқты көлік келеді, тоқтай қалады да, ана джиптің есігін әкесі ашады, екі баланы лақтырып мектептің алдында тастап кетеді. Бұл өте виральный түрде тарады, өте көп күлінді, жаңағы бәріміз күлдік бұл зорлық-зомбылыққа. Өте расында да өте үлкен проблема еді. Негізінде одан кейін болатын әйелдер мен балаларға деген зорлық-зомбылық көбейді елімізде. Соның бір алдыңғы хабаршысы сияқты еді. Қаншалықты ол әзіл үшін түсірілген болса да. Немесе мұнда да жаңағы елімізге танымал Мөлдір Анарбаева деген комедиан әйелдің, мысалы үшін мына несі, қателеспесем, сәуір айының басында жарияланды мына посты. Бұл жерде жаңағы балаларына сабақ оқытып отырғандығы жайында айтады. Қолында оқтауы бар. Әрине балдарды ұрмайды, бірақ десек те қолындағы оқтауыменен негізінде қоғамымыздағы балаларға жасалынатын зорлық-зомбылықты нормализациялайды, яғни қалыпты бір күйге келтіреді. Егер мысалы үшін дәл осы видео пост балалардың құқықтарын қорғайтын бір елде жарияланатын болса, осы уақытта уже Мөлдір ханым осы уақытта істі болатын еді. Негізінде біздің елімізде де бұған байланысты заңдар бар. Бұған байланысты өйткені бұл жаңағы балаларға бағытталған зорлық-зомбылықты насихаттау болып табылады негізінде. Бірақ өздеріңіз де білесіздер, заңдарымыз барлық уақытта іске аса бермейді. И мынаны айтқым келіп отыр. COVID-19 кезінде зорлық-зомбылықтар елімізде өте көп белең алды. Үй іші зорлық-зомбылықтары. И солардың бірі де балалар еді. И бұл зорлық-зомбылық жаңағы алдыменен осындай күлкі ретінде пайда болды. Ана өлең оқитын бала бар еді, қайсыған қараймын деп жаңағы өлең оқитын, естеріңізде болар. Ол да мысалы үшін әзіл ретінде бәрімізге тарады, яғни әке шешесі таратты ол видеоны.
И осылайша бәріміз күлдік. Негізінде ол жерде бір трагедия, бір драма бар. Ал мына жерде өздеріңіз ашып көріп отырғандарыңыздай, яғни өз жаңағы көріп отырғанымыздай балаларын жаңағы бір оқытау арқылы тәрбиелеп, осылайша қоғамдағы балаларға деген өшпенділікті, балалардың құқықтарын бұзушылықты жаңағы нормализациялап қалыпты жағдайға келіп отырған бейне бар. Әйелге бағытталған зорлық зомбылықты түсіндіріп өтейін. АБЗЗ деп қысқартып айтсақ болады. Әйелдің тәндік, жыныстық және психологиялық тұрғыдан зақымдалуымен немесе ауыр азап шегумен нәтижеленетін, сонымен қатар қорқыту, қысым жасау және еркіндіктің шектелуін де қамтитын, қоғамның көз алдында немесе жеке алаңда іске асатын гендерға байланысты барлық түрдегі зорлық зомбылық ретінде сипатталады. Яғни гендерға байланысты бұл жерде просто жаңағы әйел болғандығы үшін оған жасалынатын тәндік, жыныстық, психологиялық зорлық зомбылық, сонымен қатар оны қорқыту, үркіту, қысым жасау, еркіндігін алып қою, шектеп қою және тағы да басқа зорлық зомбылықтардың түрінің бәрі де осы әйелге бағытталған зорлық зомбылық болып саналады. АБЗЗ әр елдегі тән ерекшеліктерге байланысты жиілігі мен көрінісі тұрғысынан әрқилы болып келеді. Десек те қазірге дейін бүткіл әлемде жойылмай келе жатқан адам құқықтарының бұзылуының түрі ең негізгі көрсеткіштерінің бірі. Қайталап айтам, бұл әр елде, яғни біздегі көп адамдар бірден дүние жүзінде бар бұндай нәрсе деп айтып кетеді. Бірақ жаңағы әр елде әрқилы, кейбір елдердің жаңағы мәдениет, бұл мәдениетпен тікелей байланысы бар нәрсе. Сондықтан да кейбір елдерде өте көп жайылған, ал кейбір елдерде әлдеқайда аз десек те, қайталап айтам, әлі күнге дейін жойылған жоқ. Әсіресе отбасындағы зорлық зомбылық әйелдерге бағытталған зорлық зомбылық арасында ең көп тараған түрі болғанына қарамастан ең аз көзге түсуде. Зорлық зомбылыққа ұшыраған әйелдің зорлықшы еркекпен бірге бір үйде тұрып тұрмайтынына қарамастан, әйелдің бұрынғы немесе қазіргі жұбайы, партнері немесе отбасы мүшесі болып саналатын адамдар тарапынан іске асырылған барлық түрдегі зорлық зомбылық тұрмыстық зорлық зомбылық болып саналуда. Әлем бойынша өздеріңіз де білетін шығарсыздар, әрбір үш әйелдің біреуі өмірінің бір кезеңінде, бір немесе бірнеше кезеңінде жақын серіктесі еркек тарапынан денелік және жыныстық зорлық зомбылыққа ұшыраған. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының зерттеуі. Бұл тек қана жақын серіктесінен көрген зәбірі, бірақ мұны да ұмытпауымыз керек. Ал әкесі, ағасы, інісі және өзге де туған туысқандары еркектер тарапынан көрген зорлық зомбылықтары бұл статистиканың ішіне кірмейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тарапынан 10 елде 2497 әйелмен тереңдетілген интервью жасалынған болатынды. И соның нәтижесінде денелік немесе жыныстық зорлық зомбылық көрсеткіші 15-71% арасында екен байқалған. Яғни кейбір елдерде 15, кейбір елдерде 71%. Осыншалықты жаңағы айырмашылық бар. Біріккен ұлттар ұйымы нашақорлықпен күрес офисінің 2019 жылғы, яғни былтырғы жасаған зерттеу нәтижелері әлем бойынша бір жылдық көлемде 50 мың әйел мен қыздың үй іші зорлық зомбылығының нәтижесінде қайтыс болғанын көрсетті. 2017 жылы бұл көрсеткіш 87 мың болған екен. Дәл осы жылы әлем бойынша қарулы қақтығыстардан 89 мың адам қайтыс болған. Салыстырмалы түрде қарар болсақ, үй іші зорлық зомбылық нәтижесінде болатын әйел өлімі қарулы қақтығыстар салдарынан болатын кісі өлімімен бірдей көрсеткішке ие. Яғни бұл жерде негізінде жаңағы әйелдерге қарсы бір соғыс бар десек те болады. Аталмыш зерттеу тұрмыстық зорлық зомбылықтың нәтижесінде өлген әйелдер мен қыздардың саны төмендегідей: Азия елдерінде 20 мың, Африка елдерінде 19 мың, жалпы Америкада 8 мың, Европада 3 мың. Қазақстандағы әйелдерге бағытталған зорлық зомбылыққа келетін болсақ, елдегі әйелдерге бағытталған зорлық зомбылықты 14342 әйелге тереңдетілген сұхбат және анкета жасау арқылы зерттеу жасалынған болатынды. И бұл зерттеудің нәтижесінде 17-75 жас аралығындағы әйелдердің 17% денелік және жыныстық зорлық зомбылыққа ұшыраған екен.
Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстары әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылық оқиғаларымен ең көп ұшырасатын аймақтар, ал Қызылорда және Жамбыл облысы ең аз тіркелген аймақтар екен. Бұл зерттеудің нәтижесі бойынша. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған 17% әйелдердің 57%-ы соңғы 12 айдың ішінде зорлық-зомбылықтың үнемі болып отыратындығын алға тартқан. Яғни бұл 17%-дің 57%-ы үнемі жаңағы зорлық-зомбылыққа ұшырап отыратын әйелдер екен. Гендерлік теңсіздік негізінгі жаңағы әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылықтың ең негізгі себебі. Мұны қандай да бір себептер айтуымыз мүмкін, жаңағы экономикалық, саяси, мәдени және тағы да басқа, бірақ бұлардың бәрінің негізі қалыптастыратын нәрсесі гендерлік теңсіздік. Сондықтан да бұл нәрсені ашық түрде айтудан қорықпауымыз керек. Яғни бір жерде әйелге бағытталған зорлық-зомбылық болды ма, оның себебі негізінде гендерлік теңсіздік. Сол ғана. Бұл теңсіздік әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылықтың кез келген түрі үшін ықпалды. Еркек үстемдігін алға тартатын жүйеде әйелдердің өмірі мен денесі еркектер тарапынан басқарылып, еркектер тарапынан қойылған ережелер арқылы тәртіптелуде. Еркек үстемдігі ауқымды, әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшыраудан аулақ болу және қорғалуы үшін ауадай қажетті әлеуметтік және құқықтық көмек жүйелері жеткілікті емес, әрі сапалы болмаған елдерде әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылық көлемі мен мөлшерінің өте жоғары екені көзге түсуде. Расында да елімізде бұл жайында өте үлкен проблемаларымыз бар. Құқық қорғаушыларымыздың ең көп арызданатын нәрсесі мынау, жаңағы полицияның зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдерге көмектеспеуі, тергеушінің өз ісін дұрыс атқармайтындығы және жиі болады бұл оқиғалар. Прокурордың жаңағы айыпталушыны емес, айыптаушыны айыптай бастауы және тағы да басқа көптеген осы соңғы 3 жыл бойынша құқық қорғаушыларымыз ең көп осы тақырыпта, осы оқиғаларда арыздануда, қоғамға шағымдануда және үкіметке және билік өкілдеріне бұл нәрсені жеткізуге тырысып жатыр. Бірақ өте жай оларға жауап беріліп жатыр деп ойлаймын, менің өзімнің жеке пікірім. Және бұған байланысты өте жай қадам басып жатырмыз. Яғни бұл проблемалар шешу үшін өте жай қадам басып жатыр. Әйелдерге бағытталған тұрмыстық зорлық-зомбылық жалпы барлық түрдегі қоғам мен елдерде және статустарда бар болса да, әлеуметтік, экономикалық және сауаттылық дәрежесі төмен, ажырасқан немесе ажырасу кезеңін бастан өткеріп жатқан, бұрындарында зорлық-зомбылыққа душар болған, өзі де балалары мен өзге адамдарға зорлық-зомбылық жасайтын әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшырасу рискі жоғары екендігін көрсетуде. Зорлық-зомбылыққа ұшырау психологиялық тұрғыдан өте көлемді із қалдыратын травма. Мұның нәтижесінде әйелдер әртүрлі психологиялық ауытқуларға ұшырап жатыр. Эмоциялық ауытқулар, мазасыздық, тамақтану мәселелері, посттравмалық стресс мәселелері, алкоголь немесе наркотик қолдану мәселелері және тағы да басқа. Сонымен қатар дене ауруларына, қан айналым жүйесі, созылмалы сыздау, ұйқы ауытқулары, ас қорыту жүйесі аурулары, жыныстық аурулар, ми шайқалу және тағы да басқа травмаларға, ауруларға ұшырасуда. Депрессия тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген әйелдерде көрмеген әйелдерге қарағанда 4-5 есе көптеп кездесу деген. Депрессияның созылмалы болып кетуіне және суицидке апарар рисктің 84%-ға дейін артуына себеп болуда. Бұл жаңағы зорлық-зомбылыққа ұшырау осындай үлкен орын толмас проблемаларға жол ашуда. Әйелдердің үй ішінде ұшырайтын басқа да маңызды тағы бір жағдайы бар. Ол үй ішінде атқаратын еңбегінің табиғи және құнсыз болып көрінуі. Расында да әйелдер сонымен қатар үй ішінде үй жұмыстарын орындайтын бір адам ретінде бағаланады қоғамымызда, және ол еңбегі сонымен қатар табиғи, яғни оның міндеті ретінде қарастырылады және құнсыз. Расында да ешкім оған бір нәрсе төлемейді. Әйелдердің көрінбейтін еңбегі деген ұғым әйелдердің үй ішінде жақындарымен болған қарым-қатынасында, үй іші өміріне, балаларға, қарттар мен ауруларды бағып қарауда жұмсайтын денелік және эмоциялық ақысыз еңбектерді сипаттайды. Көрінбейтін еңбектің маңызды мөлшерін қамтитын үй іші істері тез арада тұтынылады, тегін болады, құнсыз көрінеді, жұмыс істеу уақыты ұзақ, және белгілі бір уақытта біте салатын шаруа емес.
Бұл тұрғыдан да қарар болсақ, әйелдердің үй ішінде мәдени, әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан зорлық-зомбылыққа ұшырағанын айтуға болады. Үй іші еңбектері басқа бір жерде жұмыс істесе де, істемесе де теңсіз түрде әйелдер тарапынан атқарылуда және экономикалық тұрмыс жағдайы төмен отбасыларда бұл теңсіздік бұдан да тереңде орналасқан. Расында да, мысалы үшін, кейбіреуіміз айтуымыз мүмкін, қазіргі кезде жаңа технологиялар пайда болды, сонымен қатар осылайша әйелдердің үй іші тірлігі азайды, немесе жеңілдетті деп, ешқандай да ондай емес. Барлық істі, үй ішіндегі істі әйелдеріміз атқаруда, және сонымен қатар тіпті жұмыс істейтін әйелдер болса, олар да кешке үйлеріне келген кезде бәрібір тамақ пісіру, балаға қарау, баланы шомылдырып, жатқызып ұйықтату сияқты істерді бір өзі атқаруда. Үй ішінде теңшіл қарым-қатынастардың құрылуы және әділетке сүйенетін еңбек бөлісі әйелдердегі депрессияның пайда болуын азайтуда және психологиялық ауруларға байланысты параметрлерді жақсартуда. Қорыта айтар болсақ, бұл тақырыпта әйелдің үй ішінде көзге түспейтін еңбегі әлі де болса әлеуметтік және экономикалық мәселе болып отыр екен. Мінекей мынау Баштерзи және Илгөрдің зерттеуі Түркиядағы психиатри қоғамының зерттеуінің нәтижелерін ұсынған болатынды. Бұл жерде расында да үй ішінде егер теңшіл қарым-қатынас орнаған болса, онда ол үйдің әйелінің депрессияға ұшырауы теңшіл емес отбасындағы әйелдерге қарағанда әлдеқайда аз екен. Енді COVID-19 кезіндегі тұрмыстық зорлық-зомбылық әлемдегі және Қазақстандағы жағдайға келетін болсақ, бағанада айтып өткенімдей, COVID кезеңінде тұрмыстық зорлық-зомбылық өте күрт артты десек болады. Бұл кезде әрине әлеуметтік изоляция, қауіпсіздік шаралары пайда болып, бұның нәтижесінде көптеген қылмыстың түрлері, ұрлық қылмыстарының түрлері азайды. Дегенмен есесіне әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылық күрт артты. Осыған ұқсас Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы наурыз айында бұл жайында мәлімдемелер жасады. Осыған ұқсас Европалық кеңес те мәлімдеме жасады. Сол кеңеске мүше болған көптеген елдердегі тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғаларының халықаралық мазасыздық тудырарлықтай мөлшерде артқанын алға тартты. Әйелге бағытталған зорлық-зомбылық пен үй ішіндегі зорлық-зомбылықтың алдын алу және күресуге байланысты Европа кеңесі келісім шарты, басқаша айтар болсақ, Стамбул келісім шартының іске қосылуы керектігіне байланысты ұсыныстар жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы, Германия, Біріккен Корольдік, Франция, Кипр, ақш, Канада, Сингапурда үй іші зорлық-зомбылығына байланысты ақпараттардың артқанын рапорттаған болатынды бұл Европалық кеңес. Эпидемия алғаш пайда болған күннен ақ Қытайдың Юхан қаласында ақпан айында тұрмыстық зорлық-зомбылық былтырға қарағанда 3 есе артқанын мәлімдеді, және бұл оқиғалардың 90%-ның COVID-19 байланысты болған алға тартқан. Бұл жағдай Францияда 30-36%-ға артқан, Бразилияда 40-50%-ға, Аргентинада 25%-ға, Сингапурда 33%-ға, ал ақштың кейбір штаттарында 10-35% аралығында артқан. Бұл кезеңде тұрмыстық зорлық-зомбылық оқиғаларының артуы себебінен Италия мен Францияда кейбір отелдер зорлық-зомбылыққа ұшырағандарға баспана ретінде қызмет етті. Үйден шықпауға байланысты үндеулер жарияланған алғашқы күндерден бастап тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес үшін ұйымдастырылған арнайы нөмірлерге қоңырау шалушылар Англияда 25%-ға, Испанияда 20%-ға, Кипрда 30%-ға артқан. Испанияда әйелдердің дәріхана қызметкерінен маска 19 талап етемін деп, үйіме әкеп бере аласыз ба деп, үй ішіндегі зорлық-зомбылықты полицияға хабарлаудың жолын тапқан болатынды. Осындай бір арнайы ұйымдастырылды, хабарлау түрі ұйымдастырылды. Яғни зорлық-зомбылыққа әйел егер үй ішінде ұшырайтын болса, аптекаларға, дәріханаларға телефон соғып, маған маска 19 керек еді деген кезде, аптека қызметкері полицияға звондап, әйелдің адресіне жіберіп отырған. Австралияда үйден шықпай алдын алу шаралары іске қосылған күннен бастап жалпы қылмыс 40%-ға азайған болса, полицияға шағымданған үй іші зорлық-зомбылық оқиғалар 5%-ға артқан. Сонымен қатар Google арқылы үй іші зорлық-зомбылыққа қарсы көмек мақсатында құрылған қоңырау шалу 75%-ға артыпты.
Қазақстанға келетін болсақ, Ішкі істер министрлігі COVID-19 пандемиясы кезеңінде елдегі тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 21%-ға артқанын, және 8 мыңнан астам адамның жауапқа тартылғанын алға тартты. Әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылықтарға қарсы күресетін бірден-бір маңызды ұйым болып саналатын Не молчи KZ ұйымы 15 ақпан мен 15 наурыз аралығында 10.121 шағым түскенін, ал 15 наурыз бен 16 сәуір аралығында 12.518 шағым түскенін мәлімдеді. Яғни бір айдың ішінде зорлық-зомбылық негізінде 23,6%-ға артқан елімізде. Аталмыш ұйымның төрайымы Дина Смайлова пандемия кезіндегі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты мазасыздығын былайша түсіндіреді. Былай дейді Смайлова: мен бәрінен бұрын әйелдердің көмексіз қалуынан қорқамын. Біріншіден, агрессордың қолынан құтылып шығу өте қиын. Көптеген адамдар ұялы телефондарын алып, оның әлеммен байланысуына тосқауыл болады. Ал әйел тіпті 112 нөміріне полицияға қоңырау шала алмайды. Кез келген жарақатты анықтау, тексеру нәтижелерін тіркеу үшін ауруханаға жету өте қиын. Бұдан басқа үйден қашып шығу өте қиын. Біз мұндай жағдайға тап болдық. Мысалы, әйелдер үйден қашып өзгенің кіреберісінде түнейді, өйткені барлық қонақ үйлер жабық, барлық жатақханалар жабық. Біздің дағдарыс орталықтарымыздың барлығы карантинге жабылған болатынды ол кездері білесіздер. Қазір ол жерге жету өте қиын. Егер олар баратын болса, онда тек қандай да бір жеке байланыстар, жеке қоңыраулар арқылы алынады дейді. Міне осындай тұйық шеңбер бар деп ойын білдірген болатынды ковид кезеңіндегі Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың артуына байланысты. Пандемия тұрмыстық зорлық-зомбылықты қалайша арттыруда? Пандемия кезеңінде вирустан қорғану және өзгелерге жұқтырмау үшін әлеуметтік изоляция ең маңызды алдын алу шарасы болып ұсынылған болатынды. Алайда барлық адамдар үшін қауіпсіз алаң болуы тиіс үй зорлық-зомбылыққа ұшырап жүрген әйелдер мен балалар үшін өте қауіпті аймаққа айналды. Осылайша пандемияның салдарынан әйелдер агрессор еркекпен бірге бір үйде қамалып қалды. Бұл контекстте қарар болсақ, әлеуметтік изоляция бір жағынан балалар мен әйелдерді вирустан қорғау үшін пайдалы болса, екінші жағынан дәл сол балалар мен әйелдердің зорлық-зомбылыққа ұшырауына себеп болды. Әсіресе қарт, мүгедек, иммигрант және босқын жағдайда болған осал топтардағы әйелдер үшін зорлық-зомбылық қаупі өте жоғары болды. Сонымен қатар бұл кезеңде зорлық-зомбылық жасайтын еркектердің әйелге COVID-19 жұқтырамын деп қорқытуы арқылы зорлық-зомбылықтың жаңа бір түрі, жаңа бір формасы пайда болған. Әйелдер бұл кезеңде көмек механизмдерін көмек алуда көптеген қиындықтарға тап болған, көмек механизмдерінен жәрдем алуға. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған әйелдердің кейбірі COVID-19 жұқтырып аламын деп қорқып, ауруханаға барып, зорлық-зомбылық іздерін экспертизаға алдыра алмаған, емделе алмаған. Әлеуметтік изоляция әйелдердің туыстарымен, жақын достарымен араласуына да бөгет болған. Үй ішіндегі зорлық-зомбылықтың беті осылайша жабылып қалған. Сонымен қатар пандемия кезеңінде әйелдер ең көп жұмыстан қысқартылған адамдардың ішінде, мұны да ұмытпауымыз керек. Бұл жағдайда олардың зорлық-зомбылық жасаушыға тәуелді болуын арттырды. Экономикалық тұрғыдан да тәуелділігін арттырды. Сонымен қатар соңғы жылдары интернет пен технологияның дамуының және көптеп тарауының нәтижесінде гендерға байланысты жаңа зорлық-зомбылық формасы пайда болды. Диджитал зорлық-зомбылық, яғни кибербуллинг. Интернет алаңында әйелдерге бағытталған ғадауат тілі, қорқыту, боқтау, балағаттау және жыныстық контенттегі жазбалар, видеолар мен фотолардың саны көбейді. Елімізде диджитал зорлық-зомбылыққа қарсы механизм іске асырылып жатқан жоқ. Мен өз басым бұның бірнеше рет куәсі болдым. Өзімнің әріптесім болғандығы үшін осы жерде ашық айтқаным жөн. Жаңағы Түркі дүниесі журналистер одағы деген ба, сондай бір ұйым бар. Сол ұйымның басшысы, төрайымы бар. Ол кісі де әйел адам және журналистерге этика сабағын беріп жүрген маңызды тұлғаларымыздың бірі. Сол кісі мысал үшін осы пандемия кезеңінде балаларын сыртқа шығарып ойнатып жүрген әйелдерді кінәлаған өте үлкен осындай бір пост жариялады. Оны да жүздеген адам лайк басты, бөлісті. Негізінде ол кісі мына нәрсені сұраған жоқ. Яғни бұл әйелдер неліктен балаларын көшеге шығарып ойнатуда? Бұл әйелдер бәлкім жаңағы үйлеріндегі агрессор еркектерінен қорқып сыртқа шыққан шығар. Бәлкім одан аз да болса алыстау үшін сыртқа шыққан шығар. Және бәрінен де бұрын бұл журналист кісі мына нәрсені сұраған жоқ. Бұл балалардың әкелері қайда?
бұл балдарды неліктен тек қана аналары ойнатады деген сияқты сұрақтарды сұраған жоқ. Оның орнына диджитал жаңағы буллинг жасағанды таңдады, шешті, өзінің жаңағы Фейсбуктағы достарымен бірге жақсылап тұрып, ана балаларын бәлкім ләж жоқ, бәлкім жаңағы агрессор еркегінен қашып шығу үшін жаңағы сыртқа шыққан, балаларын ойнату үшін сыртқа шыққан әйелдерді осылайша кінәлады. Жоғарыда да көргеніміздей дағдарыс орталықтары да пандемия кезеңінде жабық болды. Бұл себептен зорлыққа ұшыраған әйелдердің көбі қандай да көмек ала алмады. Үй іші істерінің жоғарыда да айтып өткеніміздей әйелдердің мойнына артылып қоюының салдарынан пандемия кезеңінде үй іші істері де артты, өйткені бүткіл сол отбасындағы адамдар бір үйде тұрып жатқан болатынды, бұл үйдің ісін жаңа сол үйдің әйелі атқарды. Осылайша үй ішіндегі жұмыстарда сан тұрғысынан артты. Ғалым әйелдер, мына жер өте қызықты, ғалым әйелдер ғалым еркектерге қарағанда аз зерттеу жасаған осы пандемия кезеңінде. Көптеген әйелдер әр үйде онлайн жұмыс істеумен қатар үй іші істері мен бала бағу мәселелерімен де айналысқан және жұмыс орнындағы осылайша белсенділігі төмендеген. Яғни ғалым әйелдер неліктен аз мақала жазды, немесе аз зерттеу жасады, неліктен жұмыс істейтін әйелдер жұмыс орнындағы үй үшін жұмыс орнына айналдыру, жұмыс орнындағы онлайн жұмыс орнындағы белсенділігі неліктен төмендеді? Бұның ең негізгі себебі осы, яғни үй ішіндегі еңбек бөлісінің әдетті түрде бөлісілмеуі. Барлық тірліктің жаңағы әйелге артылып қоюы. Ғалым әйел болса да, жұмыс істейтін әйел болса да, немесе үй несі болса да, домохозяйка болса да. Қорытындылай келе мынандай ұсыныстарды айтайын. Әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылыққа қарсы күресу үшін әйелдердің көзге түспейтін үй іші істерінің көзге көрінерлік болуын қамтамасыз ету үшін ең маңызды қадам гендерлік теңсіздік мәселесі бойынша әрі қоғамның, әрі психикалық денсаулық сақтау қызметкерлері мен жалпы денсаулық саласы мамандары мен әсіресе журналистердің назарын аударуымыз керек. Олардың гендерлік сауаттылығын ашуымыз керек. Журналистердің және сонымен қатар денсаулық сақтау институтының мамандарының, денсаулық сақтау саласының мамандарының гендерлік сауаттылығын ашуымыз керек. Зорлық-зомбылыққа ұшыраған кейбір әйелдер әсіресе ұялу, стигматизация мәселелерінің салдарынан зорлық-зомбылықты жасыруға бейім болуда. Сол үшін де зорлыққа ұшыраған әйелмен психолог арқылы қарым-қатынас құрудың маңызы зор. Алайда психологтардың да гендерлік теңдікке сенетіні сексизм мен мизогин ауытқулардан аулақ маман болғаны жөн. Өкінішке орай, бұл мәселеде де елімізде өте үлкен проблема бар. Біздің психологтарымыздың көбі өте сексист, мизогин, мысалы үшін бір әйел мен еркек неге баратын болса, психологқа баратын болса, әйел айтатын болса, вот күйеуім маған зорлық-зомбылық жасайды, маған айқайлайды дейтін болса, психологымыз былай деп айтуы мүмкін, не провоцируй, яғни оны арандатпа, сол кезде ол да сені ұрмайды деп айтуы мүмкін. Бұл оншақты бір таңғалатын нәрсе емес, елімізде мұндай психологтардың саны өте көп. Медиада үй іші істерінің бөлісі жайында, эмпатия жайында ақпараттар мен бағдарламалар берудің, жазудың, көрсетудің ықпалы зор. Өкінішке орай елімізде медиада әйелдер тек қана өлген кезде, зорлық-зомбылыққа ұшыраған кезде негізгі ақпараттың тақырыбына айналады. Бұдан басқа да мысалы әйелдердің өте көп проблемалары бар. Оларды да жазуларымыз керек, қадірмен журналистер. Қорыта айтар болса, COVID-19 пандемиясы кезеңінен де көріп отырғанымыздай, әйелдерге бағытталған зорлық-зомбылықтың артуы пандемияның екінші бетін көрсетуде. Зорлық-зомбылыққа байланысты тез арада алдын алу шараларын ұйымдастырылу керек, және бұл жөніндегі әлеуметтік саясат қалыптастыру керекпіз. Баршаңыз тыңдағандарыңыз үшін баршаңызға көп-көп рахмет айтам. Бүгінгі менің сабағым осымен аяқталды. Қателеспесе, маған 45 минут берілген болатынды, қазір 17:45. Медианетке тағы да бір рет рахметімді айтам. Келесі жылы кездесеміз деп ойлаймын осы конференцияда. Сіздерменен бірге боламыз деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар, аман болыңыздар.